Құрметті Жаңаөзен қаласы тұрғындары, бүгін барлығыңыз әлеуметтік желіден жерлестеріміздің Астана қаласында наразылық акциясын ұйымдастырып, полиция бөліміне жеткізілген туралы ақпаратты көріп отырсыздар. Бұл оқиғаға қатысты құқық қорғау органдары өкілдерінің хабарлауынша жерлестеріміз дін аман. Полиция бөлімінде заң талаптарына сәйкес шаралар алынғаннан кейін жіберілмек. Барлық әрекеттер заң аясында жүзеге асырылуда. Әкімдік қала аумағында жаңа жұмыс орындарын ашу, жұмыссыз азаматтарды тұрақты жұмыспен қамту бағытында тиісті шаралар қабылдап келеді. Астана қаласында наразылыққа шыққан азаматтармен осыған дейін келіссөздер жүргізілді. Еңбек жағдайларын сақтай отырып, жеңімпаз мекемеге ауысу ұсынылды, бірақ ұсыныс қабылданбады. Қазақ ашу дұшпан ақыл дос дейді. Қасиетті Рамазан айында баршаңызды сабырлыққа шақырамын. Мәселенің мән-жайын білмей жатып, ашуға берілмеуге, қандай да бір заңсыз әрекеттерге бармауларыңызды сұраймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ассаламағалейкум, қазақ елі. Біздер қазір мына Астана өңіріндегі роботыдамыз. Біздің қазіргі таңдағы қойып отқан келісімде қазіргі бүгінгі біздің жаңағы Жаңаөзеннен келген азаматтарды пойызбен, бүгіннен қалса пойызбен жібереді, қалған жаңағы 10 шақты 20 шақты адам самолетпен жібереді. Біз осы жерде жаңағы өңірдегі Қазмұнайгаз өкілдерімен және де осы прокурорлардың шешімімен отырып, протоколмен жаңағы Өзен мұнайгаз және де осы медігерліктің болып атқан арадағы тендерлік мәселесі бойынша ертең комиссия жүреді. Сосын біз осы өзімнің санаулы бір 5-4 адаммен осы жерде Қазмұнайгаз өкілдерімен келісім шартқа отыру арқылы жол жүрейін деп отырып. Қазіргі таңда бізді басымыз аман, деніміз сау, жігіттерімізге қазір жақсы хабарымызды жеткізіп, сіздердің осы біздің қазақ Маңғыстау халқына барлығыңызға рахметімізді айтамыз. Ешқандай жаңағындай құқық бұзушылық ештеңе де болған жоқ. Біздің аямызда да заң бұзушылық болған жоқ. Жігіттердің барлығының аманшылығын сіздерге жеткізіп жатырмын. Рахмет жігіттер. Сондықтан қазір мына жерде бүкіл Қазақстанның деңгейін мынандай резонансқа тудырмай жайлап үйлерімізге қарай тыныштықпен оралуыңызды сұраймын. Ассаламағалейкум, қазақ елі. Нұрымұлы Нұрсұлтан. Қазіргі таңда Астана қаласындамыз. РОВД-дан шығарды біздерді. Бәрі жақсы. Маңғыстау халқы. Қазіргі біздер барлығы да аманбыз, саумыз. Жігіттердің де барлығының дендері сау. Бұйырса таңертеңгі пойыздың рейсімен жігіттердің барлығы кетеді. Біздер инициативный группа 5 адам осында қалып, ары қарай Қазмұнайгаз өкілдігімен, министерство өкілдігімен шаруаларымыз шешіп, хаттамаға толтырып, нақты протоколмен жұмыс жасаймыз. Жаңаөзен халқы, Алла разы болсын, рахмет. Біздер үшін уайымдап назар аударғандарыңызға. Біздер аманбыз. Барлығыңызды үйлеріңізге тарауды сұраймын. Рахмет.